Кейде кейбір адамдар жәннаттың барына сенбейтіндер бар әрине. Әкесінің белінде жатқан балаға анаңның құрсағына барасың, онда мынандай жақсырақ болады десе, оны көрген жоқ, ол сенбейді. Анасының ішінде жатқан балаға айтса, мына жарық дүниеге шығасың, керемет нәрсе, тау бар, өзен бар, көл бар десе, оны сенбейді, өйткені көрген жоқ. Ал мынау дүниеде өмір сүріп жатқан адамдарға айтса, жәннат деген бір керемет жай бар десе, біреулер бір как будто ертеге естіп отырған сияқты сенбейтіндер бар да. Бірақ енді бұл ішіндегі өлеңдер, қазір өлең оқып берейін деп отырмын, жәннатқа барсақ деген. Сол енді көбінесе осы аят хадистен алынған нәрсе ғой, өздеріңізге таныс, соны айтайын деп отырмын. Жәннатқа барсақ, бәріміз құрдас боламыз. Сағынып тұрар бір-бірін шын дос боламыз. Шаттықтан бар жұрт мақтадай қалатын болады. Қан өмір сүрсе де еш адам жалықпайтын болады. Күйбең тірлікпен күйік өтіп торықпайтын болады. Ит тістеп жылан шағады деп қорықпайтын болады. Жалақы қашан тиет деп зарықпайтын болады. Жұмыстан қысқарып қалам деп қамықпайтын болады. Өсем деп онда ешкімге пара бермейсің. Жермен үй сұрап әкімге бара бермейсің. Кигеніміз жібек, ыдысымыз алтыннан болады. Ыстық суықсыз ауа райы салқыннан болады. Ләззаттан балқып, бақыттан балбырайтын боламыз. Көркіміз күнде нұрланып, албырайтын боламыз. О жақта бүгін көргенің ертең болмайды. Бұ жақта ешкім ондағыдай көркем болмайды. Жақпайтын тамақ жеп онда ішің ауырмайды. Халуадан асап жесең де тісің ауырмайды. Мың жүзім дәмі бір-біріне ұқсамайтын болады. Мезетіп адамдар бір-бірін қыстамайтын болады. Жанұяның ойлап жағдайын жасып жүрмейсің. Қарызданып қалып біреуге қашып жүрмейсің. Ондағы өмір ешқандай сынақ болмайды. Не істедің, неге өйттің деп сұрақ қалмайды. Ондағы шаттық жалауы құлап қалмайды. Шайтан жоқ онда, бөгдәйел ұнап қалмайды. Бұлақтар, көлдер, өзендер шырын бал болады. Бұлбұлдар әні сүйкімді шырылдар болады. Әйелің сені әр қыздан қызғанбайтын болады. Кешкісен қайда болдың деп сызданбайтын болады. Құштарлық толы кеуделер көмбірлейтін болады. Іштарлық жайлы адамдар дым білмейтін болады. Ол үшін бүгін тазалап ойларымызды, күнәдан аулақ ұстайық бойларымызды, үйлендіріп әрбір салт басты бойдағымызды, адал аспенен тойлайық тойларымызды, ұмытып кетіп қайдағы жайдағымызды, жайбарақат жұрт болайық жайдары жүзді. Ықыласымызды арттырып, амалдарымызды, көбірек басып мешітке қадамдарымызды, жақсыға үндеп дос бауыр жарандарымызды, жомарттыққа шақырып сараңдарымызды, тірлікте тайған ақтатпай табандарымызды, түзейік оймен тілдегі жамандарымызды. Жәннатқа барсақ, мен саған қарыздармын Алла, жырғалтып жорға мінгізгенің үшін, ырғалтып жарды сүйгізгенің үшін. Алшаңда басып